Мен Батыс Қазақстан облысы Өрлі ауданы Ақсай қаласы номер 7-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 9-шы сынып оқушысы Марат Ферасыл. Бүгінгі презентацияның тақырыбы мен дәнекерлеуші мамандығын таңдаймын. Ең үшін дәнекерлеуші мамандығы? Себебі қысқа оқу мерзімі колледждерде 1 жылдан 2 жылға дейін болатын болса, курстарда 3 айдан 6 айға дейін сертификат алуға болады. Және де тұрақты жұмыс шетелде және Қазақстанда тұрақты жұмыс әрқашан табылады. Жоғарғы жалақы, орташа жалақы 300 мыңнан 800 мың теңгеге дейін болатын болса, вақтыда 1 миллион теңгеге дейін табуға болады. Ал шетелде тіпті $5000 жалақы алады. Кәсіп ашу мүмкіндігі: өзіңе жеке шеберхана ашып кәсібіңді жүргізуге болады. Кәсіптің шығу тарихы: алғашқы металлды дәнекерлеу біздің заманымызға дейін 3000 жыл бұрын Мысырда және Месопотамияда қолданылған. Және де 20-шы ғасырда дәнекерлеу индустрияға кірді. Яғни бірінші және екінші дүниежүзілік соғыстарда дәнекерлеу технологиясы қарқынды даму алды. Қазіргі замандағы дәнекерлеу: лазерлік және плазмалық дәнекерлеу авиацияда, электроникада және медицинада жақсы қолданысқа ие. Және де 3D металл басып шығару: болашақта дәнекерлеу технологиясы жаңа бағытта болуы мүмкін. Дәнекерлеуші не істейді? Оның жауапкершіліктері мен міндеттері қандай? Металл бөлшектерін дайындау және біріктіру, металл бөлшектерін кесу, тазалау орындарына қойып жұмыс жасай білу керек. Дәнекерлеу процесін орындау: электрдоғалы, газбен автоматтандырылған және роботтық дәнекерлеу жұмысын білу керек. Қауіпсіздік ережелерін сақтау: қорғаныс құралдарын пайдалану, өрт қаупынан сақтана білу керек. Және де жабдықтарды күтіп ұстау, құрал-саймандардың жұмысқа жарамдылығын тексеріп алу керек. Және де жұмыс сапасын тексеру, тігістердің біріктігін және визуалды және де тағы басқа арнайы аппараттармен тексеру керек. Және жұмыс сапасы үшін жауапкершілік: дәнекерленген конструкциялардың біріктігі мен ұзақ қызметте мерзімі маңызды. Танымал дәнекерлеушілер: зерттей келе танымал дәнекерлеушілердің арасында ер адамдар емес, оның арасында әйел адамдар да бар. Әйел адамдардың бірі Дина Бабутдинова, Ресей Федерациясы ең жас әйел дәнекерлеуші, жастар арасындағы конкурстың жеңімпазы. Және де Андрей Шин, тәжірибесі 30 жыл, Қызылорда қаласы, Қазақстан Республикасының атом саласында сіңірген еңбегі жоғары. Тимур Кенжебаев, тәжірибесі 5 жыл, Петропавл қаласы, банкерліктен дәнекерлікке ауысқан. Дәнекерлеуші болу үшін дәнекерлеушілерде де өзінің бір белгілі қасиеттері болады. Олардың бірі техникалық ойлау, сызбаларды және металдарды қасиеттерін түсіне білу керек. Дәлдік пен ұқыптылық: дәнекерлеу тігістерінің сапасы жоғары болу керек. Және физикалық төзімділік: ыстық және түтінді ортада жұмыс жасай білу керек. Және қауіпсіздік сақтау: өрт улану қаупінен сақтана білу керек. Және де зейін мен шыдамдылық: ұзақ бөлшектермен мұқият жұмыс жасай білу керек. Технологияны меңгеру: жаңа жабдықтармен, автоматты жабдықтармен жұмыс жасай білу керек. Өзіміз білетіндей, әрбір мамандықтың оң және теріс жақтары болады. Осылайша дәнекерлеуші мамандығының оң және теріс жақтарға екіге бөлдік. Оң жақтарына тоқтала кететін болсақ, тұрақты жұмыс: құрылыс, өнеркәсіп, мұнай-газ саласында өзіңнің тұрақты жұмысың болады. Және де жоғарғы жалақы: тәжірибелі дәнекерлеушілер айына 500 мыңнан 2 миллион теңгеге дейін табады. Шетелге шығу: халықаралық сертификаттармен нарықта сұраныс жоғары болады. Және де зиян жақтарына, теріс жақтарына келетін болсақ, денсаулыққа зиян: түтін, шаң, жоғары температура көзге, өкпеге зиян келуі мүмкін. Физикалық ауыртпалық: ұзақ уақыт бойы тұрып немесе өзіңе ыңғайсыз жағдайда дәнекерлеу жұмысын істейді. Және де қауіп-қатер жоғары: тоқ соғу, күйік алу, жарылыс, өрт қауіптері бар. Өзіміздің аймаққа жақын оқу орындары: олар Мақат мұнай және газ технология колледжі, Ақсанов атындағы Жәнібек колледжі, Батыс Қазақстан индустриялық колледжі, Шыңғырлау колледжі, Орал политехникалық колледжі және бәрімізге белгілі Ақсай техникалық колледжі. Келесі: дәнекерлеуші қандай салаға қажет? Дәнекерлеуші құрылыс саласына, машина жасау саласына, мұнай-газ саласына, энергетика саласына және металлургия саласына қажет. Дәнекерлеушілерге мансап қажет пе? Мамандандырылған дәнекерлеуші бола аласың. Яғни аргонды және лазерлік роботтармен дәнекерлеу жұмысын жасай білесің. Жеке кәсіп: өзіңе жеке шеберхана немесе
өзіңе бір бөлек бизнес, яғни кәсіп ашуға болады, және сапаны бақылаушы инспектор болуға болады, және оқыту және тренерлік қызмет атқаруға болады. Келесі, еңбек нарығындағы сұраныс 2023, 2024, 2025 жылдары дәнекерлеуші мамандығына қатысты салыстырмалы зерттеулер бар. Олар вакансия 2023 жылы 1200-ден 1300-ге дейін болса, 2024 жылы 1400-ден 1500-ге дейін, ал 2025 жылы 1600-ден 1800-ге дейін вакансия өсті. Және де орташа жалақы 2023 жылы 350 мың теңге болатын болса, 2024 жылы 380 мыңнан 400 мың теңгеге дейін, ал 2025 жылы 420 мыңнан 450 мың теңгеге дейін жалақы көлемі өсті. Және де өсу факторы инфрақұрылымдық жобалардың белсенді дамуы, өнеркәсіптің кәсіпорындардың жаңартылуы, сондай-ақ мұнай газ және металлургия саласында салынатын инвестициялар өсті. Және де негізгі аймақтар Алматы, Атырау, Қостанай және де тағы да басқа өндірістік аймақтарда дәнекерлеуші мамандығы өсті. Дәнекерлеуші мамандығын зерттей келе осындай қорытындыға тоқталдым. Яғни өнеркәсіптік даму дәнекерлеушілерге тұрақты жұмыс туғызады. Инфрақұрылымдық жобалар инвестициялар мен жұмыс орындарының санын арттырады, және де жалақының өсуі мамандықтың тартымдылығын арттыруда, және халықаралық перспективалар шетелдік нарықта үлкен мүмкіндіктер ашады. Назарларыңызға рахмет.